Бесінші дәріс мемлекет аралық қақтығыс. Мемлекет аралық қақтығыстардың бақтағы көрінісі. Мемлекет аралық қақтығыс екі немесе одан да көп ел арасында орын алатын саяси, экономикалық, әскери, аумақтық немесе идеологиялық қайшылықтардың күрт шиеленісуі. Бұл құбылыс халықаралық қатынастар жүйесінде жиі кездеседі және әлемдік қауіпсіздікке үлкен әсер етеді. Қақтығыстар тек әскери алаңда ғана емес, ақпараттың кеңістігінде жүреді. Бақ қақтығыстың мәнін түсіндіруге, қоғамдық пікір қалыптастыруға және халықаралық реакцияны айқындауға үлкен ықпал етеді. Қақтығыстардың негізгі себептері аумақтық даулар, яғни шекара, даулы аймақтар, тарихи территориялар, саяси мүдделер, билікке, ықпалға талас, аймақтық үстемдік, және де экономикалық факторлар, табиғи ресурстарға, мысалы газ, мұнай, су. Идеологиялық айырмашылықтар, саяси режимдердің қарама-қайшылығы, этникалық және діни шиеленістер, халықтардың құқықтық талаптары. Үшінші тараптың ықпалы, олар одақтар, альянстар, сыртқы державалардың араласуы. Бақтың қақтығыстардағы рөлі. Бақ мемлекет аралық қақтығыстарды қоғамға жеткізетін негізгі ақпараттық арна. Журналистер оқиғаның себептерін, салдарын, тараптардың позициясын түсіндіреді. Медиа қақтығыс барысын күнделікті бақылап жедел ақпарат береді. Бақ кейде қақтығысты реттеуге немесе керісінше ұжықтыруға ықпал етуі мүмкін. Ақпарат беру тәсілі халықтың ой-пікіріне, халықаралық реакцияға әсер етеді. Қақтығыстардың бақтағы көрінісі, ерекшеліктері. Бейтарап немесе бір жақты ақпарат. Кей медиалар нақты бір мемлекетті қолдап ұстанымын қорғауы мүмкін. Фрейминг. Ақпаратты белгілі бір қырынан көрсету. Манипуляция, эмоциялық кадрлар, жалған фактілер, жартылай шындықтар. Сенсация қуалау. Рейтинг үшін драматизация, қорқыныш атмосферасын арттыру. Тілдік риторика, басқыншылық, жау, қарсы шабуыл секілді терминдер арқылы қоғамдық сананы басқару. Ақпараттық соғыс және пропаганда. Қақтығыс кезінде бақ ақпараттық қаруға айналуы мүмкін. Мақсат қарсы тараптың беделін түсіру, көпшілік пікірін өзгерту. Жалпы пропаганда құралдарына фейк жаңалықтар, монтаждалған видеолар, жалған деректер жатады. Журналистің қақтығыс кезіндегі жауапкершілігіне келетін болсақ, журналист ақпаратты тексеріп, эмоцияға берілмей, бейтарап позицияны ұстану қажет. Қоғамды адастырмай жағдайды нақты жеткізу журналистің кәсіби парызы болып табылады. Әлемдік тәжірибеден мысалдар келтірсек, Украина-Ресей қақтығысы, Израиль-Палестина шиеленісі, Орталық Азиядағы су ресурстары дауы. Бұл мысалдар медиа бейтараптықтың қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Бесінші дәрісті қорытындылайтын болсақ, мемлекет аралық қақтығыс халықаралық тұрақтылыққа үлкен қауіп төндіретін күрделі құбылыс. Бақ қақтығыстың ақпараттық көрінісін қалыптастыратын ең ықпалды құралдардың бірі. Сондықтан медианың жауапкершілігі, бейтараптығы және кәсібилігі қоғам үшін аса маңызды. Қақтығыстарды ашық, шынайы және теңгерімді көрсету ақпараттық қауіпсіздіктің басты шарты.